Төртте үшінші есеп. Біріншісі интеграл пи бөлікке 2, 0. Бұл жерде дәрежеде төмендету формуласын қолданамыз. Сол кезде 1 минус косинус 2 көбейтілген x бөлікке 2 болады, және де бөлімінде 2. dx тең болады пи бөлінген 2, 0. Мына жердегі 2-ден 1-ті жақшаны сыртқа шығарып жіберсем, жақша ішінде 1 минус косинус x қалады. dx тең 2-ден 1-ті өзі жазылады. 1-дің алғаш функциясы x болады, косинустың алғаш функциясы синус x болады. Шектерді жазып қоямыз. Пи бөлікке 2, 0. Енді орындарда қойсақ, 2-ден 1. X-ті орында пи бөлікке 2-ді қоямыз. Минус синус пи бөлінген 2. Минус. Мына жерде біз x-ті ордада 0-ді қоятын болсақ, ол 0 болады. Синус 0-де 0-ге тең. Бұл жерде барлығы 0-ге тең болып кетеді. Пи бөлікке 4. Синус пи бөлікке 2-де бәді 1-ге тең. Сонда 2-ден 1 болады. Ортақ бөлімге береміз. Сонда пи минус 2 бөлінген 4 болады. Екіншісі пи бөлінген 2, 0. Бұл жерде де дәрежені төмендету формуласын қолданамыз. 1 плюс косинус 2 көбейтілген x бөлінген 4 бөлінген бөлімінде 2. Жерде 4. dx тең болады. 2-ден 1-ті жақшаны сыртына шығарып жіберсек, сонда алғаш функциясы x плюс косинус синус болады. Синус x бөлінген 2. Еще бөлімінде 2-ден 1 болады. Тең, мына жерде шегі бар. Пи бөлінген 2 астында 0. 2-ден 1 x, бұл жерде x емес, уже пи бөлінген 2 плюс 2 көбейтілген синус x-ті орда пи бөлікке 2 болады, бөлімінде 2 бар, сонымен пи бөлікке 4 болады. Минус 2-ден 1, 0, плюс синус 0. Бұл жерде уже 0 болып кетеді. Тең пи бөлінген 4. Синус пи бөлінген 4-те түбірасты 2 бөлінген 2 болады. 2-мен қысқарып кетеді, сонда түбірасты 2 қалады. Бөлімінде алдында 2-ден 1 бар, сонымен түбірасты 2 бөлінген 2 болады. Жерде 2. Тең ортақ бөлімге беріп жазсақ, пи плюс 2 түбірасты 2 бөлінген 4. Келесі үшіншісі. Мұнда алымында тұрған функциядан бөлімінде тұрған функцияны біз қысқартып жіберсек, қысқарып жүргенде бөлінеді. Сонда x квадрат плюс 1 болады. dx. Алғашқы функциясын тауып аламыз. x куб бөлінген 3 плюс x. Шектерін жазып қоямыз. 1, 0. 3-тен 1 плюс 1 минус 0 болады. Тең 4 бөлінген 3. Келесі төртіншісі. Мұнда да солай. Шегін жазып қояйық. 5, 3. X квадрат минус 5x плюс 6-ны x минус 2-ге бөлсек, x минус 3 шығады. dx тең болады x квадрат бөлінген 2
минус 3х. Шектері 5 және 3. X'ті орда бірінші 5'ті қойсақ, 25 бөлікке 2 минус 15 минус 9 бөлікке 2 да минус пен плюс болып кетеді. 3-ті 3-ке көбейтсек 9. 25-те 9-ды азайтсақ, бізде 16 болады, бөліп өте 2. 15-те 9-ды азайтсақ, минус 15-ке қоссақ 9-ды минус 6 болады. 16-ны 2-ке бөлсек 8, азайтамыз 6-ды, тек болады 2-ге. Келесі 4-те 4-ші есеп. Бірінші пи бөлінген 18, бұнда 0. Косинус x, косинус 2x, минус синус x, синус 2x бізде косинус x плюс 2x деген формуладан шығады. dx. Тек болады. Косинус бізде синус қайдалады. И мұнда 3x, 3x-ті өзін жазып қоябыз. Және бөлібіде 3. Мұнда шектер жазып қоябыз. Пи бөлінген 18 0. Енді есептейміз. Синус пи бөлінген 6 болады. Бөлінген 3. Минус синус 0 болады. Бөлінген 3. Синус пи бөлінген 6-да 2-де 1-ге тең. 2-де 1 көбейтілген 3-тен 1. Минус 0. Тек болады 6-дан 1-ге. Келесі екіншісі. Пи бөлінген 16. Астында 2. Бұл жерде синус x плюс 3x деген формуладан шығады. dx. Синустың алғашқы функциясы бізде косинус, минус косинус болады. Ал бұда жерде x-ке 3x қоссақ 4x, бөлімінде 4 бар. Шектер жазып қойсақ, пи бөлінген 16 0. Тең. Минус косинус пи бөлінген 4 болады. Бөлімінде 4. Минус минус косинус 0 бөлінген 4. Тең. Косинус пи бөлінген 4-те бәді түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Минус түбір асты 2 бөліміндегі 4 пен көбейтіліп кетеді, 8 болады. Плюс косинус 0-де 1-ге тең. 4-тен 1. Тең болады 2 минус түбір асты 2 бөлінген 8. Келесі үшіншісі. Интеграл 1/5 0/3 2-ден 1 плюс 3 бөлінген x квадрат dx тең болады. 2-де 1-дің алғашқы функциясы 2-де 1x плюс, ал 3 бөлінген x квадраттың алғашқы функциясы бізде минус 3 бөлінген x болады. Шектер жазып қоябыз. 1/5 және 0/3 тең болады. 2-ден 1-ді көбейтсек, 1/5 ол бізде 3 бөлінген 2-ге тең. Минус 3 бөлінген 1/5. Минус 2-ден 1 көбейтілген 3 бөлінген 10. Минус болады, и алдындағы минус пен плюс болып кетеді. 3 бөлінген 0/3. Бұл тең болады 3 бөлінген 5 плюс 8-ге тең болады. Келесі төртіншісі. X-тің алғашқы функциясы бізде x квадрат бөлінген 2 болады, ал 4 бөлінген x квадраттікі плюс 4 бөлінген x болады.
Так, шектер жазабыз. Минус 1, минус 2. Минус 1-ді квадраты 1 болады, бөлікке 2, плюс 4 бөлікке минус 1. Минус 2-ді квадраты бізде 4 болады, 4 2-ге бөлсек 2. Минус 4-ті 2-ге бөлсем 2 болады, минус 2 болады, суда да жерде 2 болып кетеді. 2-ден 1, минус 4 бөлінген 4 болады. Бұл жерде тең болады минус 3 бүтін 5-ке.